Баршаңызға сәлем, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дәл осындай шоколадты банандарды үй жағдайында жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеомды міндетті түрде соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий қалдырып, арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Ол мен үшін өте маңызды. Ендеше осындай дәмді десертімізді бірге әзірлейік. Ол үшін бізге ең алдымен осындай кез келген сүтті шоколад және де 3 банан қажет болады. Бананды сіздер үйіңіздегі адамдардың көлеміне қарай қосып немесе азайтып жасай берсеңіздер болады. Осылай барлық банандарымызды қабығынан тазартып, бөліктерге бөліп шығатын боламыз. Мен өзіме ыңғайлы етіп осылай кішілеу көлемде жасадым, жеуге ыңғайлы болу үшін. Сіздер бананды екіге бөліп те жасап көрсеңіздер болады. Ол әрине өз қалауларыңызша. Мінекей банандарымызды тазартып, бөліктерге бөліп болдық. Енді тәрелкемізбен қосып, мұздатқышқа кемі жарты сағатқа қалдырамыз. Осы аралықта шоколадымызды ерітіп алатын боламыз. Міндетті түрде водяной парда ерітіңіздер, сонда сіздердің шоколадтарыңыз біркелкі болып, әдемі еріп шығатын болады. Мінекей арада жарты сағатымыз өтті. Енді банандарымызды шпажкемізге салып, осылай шоколадымызға малып алып отыратын боламыз. Өтпей қалған жерлерін осылай қасықтың көмегімен құйып жіберсеңіздер де болады. Сол кезде банандарыңыз біркелкі шоколадқа малынып шығатын болады. Көріп тұрғандарыңыздай жасалу жолы өте оңай. Үйіңізде кішкентай балдар болса, міндетті түрде жасап қуантсаңыз болады. Бетін өз қалауыңызша сәндей берсеңіздер болады. Орехпен немесе басқа да тәттілермен мен кокос стружкасын пайдаланатын боламын. Осылай барлық банандарымызды шоколадымызға малып болған соң, тағы да 15 минутқа тоңазытқышқа салып қоятын боламыз. Содан соң дайын болған банандарымызды дастарханға ұсына берсек болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Аз болсын. Достар, видеомды соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Сіздермен болған Ариана. Видео ұнаса міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдырып, және де арнамда жаңа көрермен болсаңыз тіркеліп, жанында тұрған қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Сол кезде сіздер менің алдағы жаңа рецепттерімді алғашқылардың бірі болып көретін боласыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.